Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде киім көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Егер түс көруші түсінде тозған киім көрсе, бұл оның өмірінде мүлде жақсы емес көптеген оқиғаларға ұшырайтынын көрсетеді. Түсінде түс иесі ауыр киім көрсе, онда бұл оның өмірінде көптеген қиындықтардың туындайтынын білдіреді. Оның алдағы кезеңде өмірі және соның салдарынан үлкен қысымнан қаражат алуды білдіреді. Үйленген әйелдің түсінде жаңа киіммен көруі күйеуінің бұрынғыдан да жақсырақ болатынын, жаңа жұмысқа орналасатынын және қаржылық кірістердің арттыратынның белгісі. Және бұл олардың өмір сүру жағдайларының жақсартуға үлкен үлес қосады. Алдағы кезеңде ол шексіз бақытты болады. Түсінде киім сатып алып жатқанын көру, оның қазіргі уақытта жұмысынан жақсырақ жаңа жұмыс іздеуге деген ұмтылыстың көрсеткіші. Түс көруші түсінде бағасы өте арзан киім дүкенін көрсе, бұл оның Алла тағалаға ұнамайтын көптеген істерді істеп, азғындық пен жамандықты білдіреді, және бұл әрекеттерінен дереу тоқтатпаса, ол өте ауыр зардапқа ұшырайды. Егер кісі түсінде көк түсті киім киетін болса, онда өңінде барша тілектері қабыл болады, мұратына жетеді. Егер кісі түсінде қара түсті киім кисе, онда ол өңінде қайғыға ұшырайды. Егер кісі түсінде қызыл түсті киім кисе, онда ол өңінде ел билеген баяқтық болады. Егер кісі түсінде ақсары түсті киім кисе, онда ол өте жақсы, оның өңінде барша тілектері орындалады. Егер кісі түсінде сары түсті киім кисе, онда ол өз ісіне қарай өңінде бірде жақсы, бірде жаман жағдай болады. Түс көруші түсінде ақ түсті киімді кисе, онда бұл дүниеде де, о дүниеде де сый құрметке ие болады. Түс көруші түсінде әйелінің киім сатып жатқанын көрсе, бұл оның әйеліне деген тым немқұрайлығын білдіреді. Түсінде киім кешек дүкені туралы көруі, оның алдағы уақытта жұмысына жоғарғы лауазымға ие болатынын білдіреді. Түсінде ажырасқан әйел жаңа киімді көруі, онымен жақсы адаммен жаңа неке қиюды білдіреді.